Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің орама нан жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Яғни орама нанның бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Ұнымызды және де суымызды осылай дайындап, суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымыздың ортасын осылай ашып, суымыздың жартысын құйып, бір жұмыртқамызды жарып, қамыр илейтін боламыз. Содан соң суымыздың екінші бөлігін қосамыз және де алдымен қасықтың көмегімен ұнымыз кішкене біріккен соң қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қолымызбен илеген кезде дәл осылай видеодағыдай етіп, ыдысымыздың шетіндегі ұнның барлығын біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты немесе жұмсақ болып шықпау керек, орташа болу керек. Қолымыздың көмегімен дәл осылай тағы да кішкене илейміз. Содан соң қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, қолымыздың көмегімен басып жібереміз. Енді дайындаған қамырымызды осылай пакетке салып қоямыз. 10-15 минутқа тынуы қажет, сонда біздің қамырымыз жақсы жайылатын болады. Енді келесі кезекте орама нанның начинкасын дайындайтын боламыз, яғни салмасын. Тартылған ет, мендегі сиыр еті, үстіне туралған картобымызды және де үккіштен өткізілген пиязымызды қосамыз. Пиязды көбірек қоссаңыздар өте дәмді, сочный болып шығады. Келесі кезекте дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрыш қосамыз. Содан соң сұйық май қосамыз және де жақсылап араластырамыз. Негізі салмасы өз қалауларыңызша асқабақпен жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Енді тынып тұрған қамырымызды кішкене ұн сеуіп, екі шетін басып, жаятын боламыз. Қамырын дәл еттің қамыры сияқты етіп, жұқа етіп жаямыз. Осымен қамырымызды еттің қамыры сияқты етіп, жұқа етіп жайып алдық. Енді сұйық майымызды щетканың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Сұйық майды жағып болғаннан кейін енді қасықтың көмегімен осылай салмамызды саламыз және де қолымызбен барлық жеріне салмамызды жеткізіп жағып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай етіп нанымызды, яғни қамырымызды орайтын боламыз. Енді орама нанымызды дәл осылай қазанымызға орналастырамыз және де дәл осы кезде суымызды қайнатып дайындап қоямыз. Бетіне қалауыңызша дәл осылай сұйық май жақсаңыздар болады. Сонда түрі тәбет ашатындай әдемі дәмді болып шығады. Енді орама нанымызды қайнап тұрған суда 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді және де кешкі асқа керемет үйлесетін орама нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.